Армысыздар, құрметті көрермен. Дәл қазір Ақмола облысы Қорғалжын ауданы Қорғалжын орталығында тұрмыз. Алдымызда тұрған мектепке 50 жылдық толып Қорғалжында той болып жатыр екен. Осы жайында сәл ақпаратты беріп кетейін деп өзімше ойладым. Елде екі сөз бар. Отаным алтын ошағым, мектебім алтын ұям дейді. Осы екі сөзден артық үлкен мағыналы сөзден кейін артық сөз айту қиындау. Ұяны бұзба деген қазақтың нақыл сөзі бар. Сондықтан осы ұядан ұшып шыққан түлектер, осы ұядан еңбек етіп, зейнеткерлік жасқа жетіп, қазіргі өзінің өткен өмірінің қызығын көріп тұрған ардагерлер осы мектеппен мақтанады. Осы мектепке келеді, сырласады. Сондықтан да мен сіздерді, құрметті мектеп ұжымы, құрметті жерлестер, осы Ақтан Төлеубаев атындағы орта мектептің 50 жылдық жарты ғасырлық экватордан өтіп жатқан мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Тойларыңыз той болсын, мектептің білімнің сапасы артсын, саналы ұрпақ, жақсы ата-ана, жайлы жұмыс сіздерге тілеймін. Осы мектептің арқасында қаншама адамның еңбек еткен жұмыс орны, елді мекен сақталып қалады. Бұл бір. Екіншіден, бұл мектеп-интернат. Ата-ана өзінің баласын, туған баласын білім алсын деп, азамат болсын деп, мектеп ұжымына сеніп тапсырады. Тірі ата-ананың кезінде баласын беріп, міне осы мектепке тапсырады. Сондықтан бұл мектеп ұжымына деген, білім ошағына деген үлкен сенімділік. Осы интернаттан шыққан бала еш нәрседен кем болмай, кәдімгі біздің отанымыздың алдыңғы қатарында жұмыс істеп жатыр. Сондықтан бұл мектепке деген үлкен сенімділік. Ата-ана өзінің баласын мектеп ұжымына сеніп тапсырады 10 жыл бойы. Үшіншісі, бұл мектептің аты әйгілі біздің жерлесіміз Ақтан Төлеубаевтың атында. Осындай атақты жерлесіміз, соғыс ардагері, осы Қорғалжын ауданына үлкен еңбек сіңірген, қазіргі біздің қолданып отырған қаншама ғимараттар, жолдар сол кісілердің арқасында салынған. Сол кісілердің аруағы қолдап, мен өз басым ойлаймын, Ақтан Төлеубаев орта мектебі ары қарата өзінің білім теңізіндегі жолын емін-еркін атқарады деп жатыр. Сондықтан еңбектеріңіз мектеп ұжымы жана берсін, жақсы оқушы болсын, табыстан табысқа жете беріңіздер. Білім алу инемен құдық қазғандай дейді. Бұл жұмыс өте ауыр. Қарыдай болып көріп, әппақ қағаздай кірген баланы біз қолына аттестат беріп, өмір жолына саламыз. Сосын сол баланың әрбір жолында әлі күнге шейін бақылап, сол баланың жүріп өткен нәрсесін біз мақтанып отырамыз. Жаңа мектеп директоры қаншама адамдардың атын айтып мақтанып жатыр. Бұл мектеп ұжымының ата-ананың еңбегі. Сондықтан еңбектерін жана берсін, мектеп әр уақытта мәңгілік болсын, оқушылардың саны көбейсін, білім сапасы көтеріліп, әр уақытта осы Қорғалжын ауданының алдыңғы қатар мектептердің болуына тілектеспіз. Сондықтан көп рахмет. Серік болсын деп өзінің жазған немізді алып келген. Сондықтан соны мектептің есіне тапсырамыз. Амандық болса, енді мектеп қазір бізде облыстық бюджетке қарағандықтан біз қазір емін-еркін кіре алмай жатырмыз, құрметті жерлестер. Сондықтан амандық болса, келесі жылға жетіп асфальт төсеткізіп, спорт площадка салуға біз көмектесеміз.